Что там, қалай көрінуде? Бәрі нормально ма? Ендеше бастайық. Ассалаумағалейкум. Сіздер мынандай машинаның дөңгелегіне шумоизоляция істеу деген естіп пе? Мен де осыны енді естіп отырмын. Ол әсіресе мына ұзақ жолда жүретін, трассада жүретін, бетонкада жүретін машиналарға өте пайдасы зор дейді. Ендеше осыны істеп көрейік. Ол үшін бізге мынандай шумоизоляция сатып алдым. Екі листный. Осыны осылайдан қырқып, қазір салып ішіне жапсырамыз. Ол үшін бізге мына дөңгелектің ішін жақсылап сүрту керек. Бұл шумоизоляцияның пайдасынан гөрі зияны көбірек тиюі мүмкін. Дұрыстап ішін тазаламасаңыздар. Бір листтен төртеу шықты мынандай. Қырқып дайындап қойдым. Енді осыны дөңгелектің ішіне жапсыратын боламыз. Мына тек қана мындай ішіне толық жапсырудың керегі жоқ. Тек қана мына асфальтке тиетін жерін ғана жапсыру керек екен ішіне. Бұны бір жағына жапсырдық, енді екінші жағына жапсырамыз. Дөңгелекке салмақ қосылып кетеді деп уайымдап жатқан жігіттерге айтайын. Ары кетсе бір 3-4 грузиктің салмағы шығар мынау. Балансировочный грузиктер бар ғой. Сондай грузиктердің 3-4-еуінің салмағы жеп-жеңіл, салмағы да жоқ. Мына біреуін жапсырып болдық. Қалай көрсетсем болады. Жарыққа шығарайын. Міне. İçine бұлайынан жабыстырдық. Енді машинаға салмайып сіздерге осының екеуінің айырмашылығын көрсетейін да. Микрофон. Мынау шумоизоляция жабыспаған дөңгелек. Дауысын қараңыздар. Мынау шумоизоляция жабысқан дөңгелек. Дауысын қараңыздар. Айырмашылығын көрдіңіздер ме? Машинаға салмай атып. Қазір толық бәрін жапсырып шығайық енді. Төртеуін дайындап қойдық. Мына жақта жабысқандар. Қалай көрініп тұр. 4 дөңгелегін бітіріп артына салып алдық. Енді вулканицаға баратырмыз. Қазір сол дөңгелектерін ауыстыратын боламыз. Мәссаған, мына жердің очередін қарасаңыздар. Бәрі бүгінге келісіп, бүгін дөңгелек ауыстырып жатқан сияқты. Қой басқа жерге барайық. Мынау бір үшінші вулканица шығар. Келіп зорға дегенді таптық. Мынау бір машинадан кейін бос екен. Осыдан кейін қазір ауыстырып беремін деді, соны күтіп отырмыз енді. Міне вулканицадан шығарып алғашқы километрлер жүріп көрдік. Нәтижесі бар. Бірақ негізі трассаға шығып, сол бетонке шығып көру керек толықтай. Бірақ қаланың ішінде де білініп тұр айырмашылығы алдыңғы мен қазіргісін. Егер де видео пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Азамат, Аз авто арнасы.